Сәлем достар, сіздермен бүгін небәрі 15 минутта дайын болатын өте дәмді печеньелар пісіретін боламыз. Ол үшін бір жұмыртқаға қант, шымшыл, ванилин, ерітілген сары май, қопсытқыш қосып, барлығын араластырып, аз мөлшерден ұн сала отырып, қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр илеп аламыз. Печеньеларыңыздың пішіні мен секілді қолмен дөңгелектеп алып, үстінен шанышқының көмегімен немесе қасықпен осындай әдемі өрнектер жасап шықсаңыз болады. Дәл осы печеньеларымызға тағы да басқаша пішін жасауға болады. Ол үшін бізге осындай ерек насадка керек болады. Осы насадкаға жаңағы қамырымызды сала отырып, қолмен итеріп, осындай ирек әдемі пішін жасасаңыз болады. Енді осы печеньеларымызды қызып тұрған пеште қызарғанша пісіріп аламыз. Енді бізге сүт шоколад керек. Сүт шоколадқа 2 ас қасық сүт құйып, қысқа толқынды пеште шоколадымызды ерітіп, дәл видеодағыдай осыған печеньеларымызды батырып, үстіне кокос стружкаларын сеуіп шықсаңыз болады. Печеньеларымыздың шоколадтары кепкенше 30 минутқа тоңазытқышқа салғызсаңыз болады. Осымен біздің небәрі 15 минутта дайын болатын тәтті печеньеларымыз дайын. Сіздерге ас болсын.